200 миллион долларға құпиясын сатқан қазақ. Мәскеудің бірінші гильдиялы кәсіпкер дәрежесін алған жалғыз қазақ Қаражан Үкібаев. Мектеп кезіндегі тарихтарда мұны сіз оқымағансыз. Көбіңіз ол кісінің кім екенін елестете де алмай отырған шығарсыздар. Иә, қазақта да әншейін миллиардер емес, долларовый миллиардер болған тұлғалар да бар екен. Қаражан Үкібаев 1851 жылы Семейде дүниеге келген. Тері және ет өнеркәсіптерінің негізін қалаған, халқына пайдасы еселеп деген қазақтың баласы. Енді барлығын рет-ретімен айтып берейін. Қаражан Үкібаев өте бай кісі. Ол бізді кеңес үкіметінің бұрмаланған тарихтарындағыдай қарны шығып кеткен шық бермес шығайбай байлардың қатарынан емес. Қаражан Үкібаев Алаштың бай кәсіпкері болған. Алаш деп отырғаным, Алаш ордашылардың тікелей қолдаушысы, ұлт зиялыларының спонсоры болған. Кезінде Алаш ордашыларға көмек көрсеткен қазақ байларының саны аз емес. Сонымен Қаражан Үкібаев қалаға оқуға келген қазақтың балаларын өз үйінде тұрғызып көмек көрсетіп отырған. Кейіннен Алаш қозғалысына өз үйінің бөлмелерін кеңсеге деп берген. Бертін келе ол кеңселер жетімдер үйіне берілді. Жоғарыда айтып өткендей, Қаражан Үкібаев потенциалды жоғары кәсіпкерлердің қатарында болған. Ол Қоянды жәрмеңкесінде ет сатумен айналысып жүреді. Сол кезде Қаражан Үкібаевқа Ресейдің кәсіпкері Ботов келіп бірге жұмыс істеулерін өтінеді. Ботов та Ресейдің кәсіпкерлерінің арасындағы бір төбе. Оның Александр Невский деп аталатын адам тасымалдайтын пароходы да болған. Сонымен Ботов Европаға ет өткізумен айналысқысы келетінін айтып, Қаражан Үкібаевтан ет беруін сұрайды. Екеуі ара бір шешімге келіп, кәсіптерін бастап кетеді. Қаражан Үкібаев Ботовқа ет жеткізетін болып тұрады. Ал Ботов еттерді Европаға өткізетін болады. Осындай кәсіптің түрімен біраз уақыт бойы айналысады. Бірақ Ботов қазақтың бір керемет қасиетіне таң қалады. Қаражан Үкібаев жеткізіп беретін ет Европаға барғанша балғын, кеше сойылғандай болып тұратын. Ботов оның сырын әрі зерттеп, бері зерттеп шешімін таба алмайды. Сөйтіп Ботов Қаражанның өзінен сұрайды. Егер сырын айтса, 1,5 миллион рубль ұсынады. Қаражан етті қалай бүлдірмей сақтаудың жолдарын айтады. Ол кездегі ең мықты деген жылқыларының өзі 10 рубль тұратын болған екен. Енді қазіргі бағамен есептесек, жылқының жақсысы 1500 доллар болады. Енді есептей беріңіз, 200 миллион долларға жуық ақша болады екен. Бұлай дала заңын зерттеп шешімін таба алмаған орыстар қаншама. Жоғарыда айтылғандай Қаражан Үкібаев Алаш зиялыларына тікелей көмек көрсеткендігін айттық. Оған бірден бір дәлел Міржақып Дулатовты кеңес үкіметі абақтыға жауып тастағанда Қаражан Үкібаев 2500 рубль беріп босатып алады. Ондай жомарт істерін тізбектеп айта берсең бір кітап шығады. Және Қаражан Үкібаевтың 20 ғасырдың басында ашқан тағы бір жаңалығы бар. Елдің қамы деп 600 шақырым жерге телефон сымын тартып беремін деп уәде береді. Сол уәдесіне кірісіп, қомақты қаражат бөліп, Семейден 4 бригада жинайды. Олар 300 шақырымдай телефон бағаналарын 2 жылда әзірлеп, арнайы маманды Варшавадан алдыртады. Варшавадан келген маман өзінің көмекшісі етіп, Петербургтен құрылыс инженерін алдыртады. Мұндай үлкен жобаны аяқтап, іске қосу үшін 7 жылдай уақыт керек болатын. Едәуірі бітіп, енді іске қосыладау дегенде, бірінші дүниежүзілік соғыс басталып, құрылыс күшінің барлығы майданға жұмылдырылып, жоба аяқсыз қалып қояды. Бұл жобаны қазіргі уақытпен салыстырсаң, біздегі аяқсыз қалған ЛРТ-ның жобасынан ас түспесе, кем түспейді. Осындай жомарт байлар қазақтарда көп болған. Өз қалтасынан осындай ірі жобаларға қаражат бөліп, елдің қамына көп күш жұмсаған. Осыдан кейін қазақтың байларын жаман деп көріңіз. Қаражан Үкібаев сияқты қазақта жомарт жандар болған, бола береді.